Кейбіреулерге қанша мал бітсе де байлық бітпейді. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң досың тағы таныс емес. Қолыңа күміс қонса, алтын өзі келер. Кедейлік жағдайына шүкіршілік етіп, ешкімге шағымданбай қажеттілігін жасыру деген сөз. Кедейлік 3 ағайынды болады. Үлкені кежірлік, ортаншысы еріншектік, кенжесі ұйқы. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Көз бір уыс топыраққа тояды. Бардың жұпыны киінгені де, жоқтың барша киінгені де белгілі болып тұрады. Ділмар боп жүр бұл күнде, дым білместің талайы, жоқтықтан қолы байланып, кеңеске басы кірмей жүр, жігіттің небір сығайы. Ұмсынған жерге жетпесе, қайтады ердің райы. Мінер ат киер киімге мұқтаж болған жігіттің шықпайды ешбір шырайы. Бар бақыр, жоқ алтын. Болса да қол қысқа, шағын ба болмысқа. Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Кедейлік кемдік емес. Бай болу, кедей болу тағдырдың ісі. Кедейлік мүліктің азайғандығы емес, қомағайлықтың артқаны. Адамдар кедейліктен және белгісіздіктен қорқады. Егер де екеуінен де құтыла алмасаңыз, намысты жоғалтпай оларды қабылдаған жөн. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады. Ол сол үшін жаман. Алыстан кедейліктің алдынан шық, төбесі көрінген соң қиын болар. Кедей болар кері кеткен, ұйқысы мол, сайрап келіп тұрады 3 қара жол. Кедейліктің бір үлкен жерлік асы, жаман қатын бар үйден үзбейді қол. Егер бай болғыңыз келсе, қызғаншақтықтан аулақ болыңыз. Көзі тоймайтын жандар өз байлығына көп қарайды, ал жаратуға келгенде өзгенің дүниесіндей қорқады. Қаңғыбас пен қайыршыны көргенде айналып өтпе. Қалтасы жұқа адам кедей емес, көпті қалайтын адам кедей. Науқасқа дәрігерден ауруын жасыруға, ал кедейге досынан тұрмысын жасыруға болмайды. Кедейшіліктің қыспағы сондай, адамдар өзіне жақсылық жасаған жандардан қатты ұялады. Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп, бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде, ол өз кемшіліктерін өзгертеді. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан шығады. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық 2 мінезі бар екен. Елбасы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намысқойлығы. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жегендер. Адамға 2 түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Сұлу қыз көзге ұнаса, мейірімді қыз жүрекке. Алғашқысы да жақсы дүниеде болса, екіншісі сарқылмас байлық секілді. Махаббат барша байлықтан күшті, бірақ күштіге де көмек керек. Сол сияқты махаббат өзін байлық пен барлықтың қоса қолдануын ұнатады. Әсіресе даңқ пен асыра
байлық ұятсыздық пен бұзақылық құшағында тұншықтырады. Дүниедегі байлықтың түрі көп, солардың ішіндегі ең негізгісі де осы нан байлығы. Кім көпті біліп, көңіліне түйсе, дәулеті артар, игілік оған жар болар, бейнеттен кетіп, зейнетке жетер. Егер сіз осы жердегі ең табысты және бай адамдардың 1%-ында тізімінде болсаңыз, қалған 99% туралы ойлануыңыз қажет. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың төресі сол. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас. Қардың суы секілді тез суалар. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Досыңмын деп жүріп, дұшпандығын оздырар, жамандар болады. Еңбек қуаныш, жалқаулық айрылмас азап. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Талап, еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Егер ісі мөнсін десең, ретін тап. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын. Адал еңбекпен мал іздемек, оларлы адамның ісі. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық. Еңбек қуаныш, жалқаулық айрылмас азап. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыққа жақ бол. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңда бұлт алса, іздеп таба алмай қаласың.